Hello everyone, how are you? Today I'm gonna to talk you summative assessment for the cross-curricular unit, tradition and customs. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз екінші сынып 3-ші тоқсан бойынша tradition and customs бөлімі бойынша БЖБ жұмыстарын талқылаймыз және осы 3-ші тоқсанның ТЖБ жұмыстарын да талқылайтын боламыз. Алдыңғы сабағымызда 2-ші сынып БЖБ жұмысына ұқсас тапсырмаларды талқылаймыз. Learning objectives, listening and use of English. Оқу мақсатына тыңдалым және грамматика бойынша бізде оқу мақсаты берілген, сол бойынша тапсырмаларды талқылайтын боламыз. Task 1. Listen to the sentence, choose the correct option and put tick in the right box. Сөйлемдерді тыңдаңыздар дейді. Мен қазір оқып берем. Сосын мынау A, B, C, D бағанда суреттер берілгенде, соның қайсысы дұрыс, соған птичка белгісін қойып шығасыздар. The first sentence. We can see the flag on the Independence Day. Біз тәуелсіздік күні мерекесінде жалауымызды көре аламыз дейді. Көк туымызды көре аламыз. Яғни бізде A әрпінде птичка қойылады. There are many presents on New Year's Day. Жаңа жыл мерекесі кезінде сыйлықтар көп болады. Presents дегеніміз сыйлық. Яғни B бағандағы сыйлықтардың суретіне белгі қоямыз. Үшінші, there are many flowers on Наурыз. Наурыз мерекесінде гүлдер көп болады. Task 2. Fill in the gap with the word to make instructions. Бағандағы сөздерді make, cook, visit, wear, late сөздерін тиісті орындарына қойып сөйлемді толықтырамыз. Бірде visit friends, 2 cook бауырсақ спеш бармақ, 3-те wear beautiful national clothes, 4-те make gifts, 5-те don't be late, яғни кешікпеңіз деп тұр. БЖБ-нің екінші түрі 3-ші тоқсан бойынша health and body cross-curricular unit, яғни ортақ тақырыптық бөлім бойынша мынандай оқу мақсаты берілген. Speaking and reading бойынша, яғни айтылым және оқылым бойынша тапсырмалар ұйымдастырылған. Сол тапсырмаларды талқылауды бастайық. Speaking-ге task 1. Look at the pictures, describe them. Tell what can you see on the pictures. Суретті сипаттаймыз. I can see books and a desk. The learners are reading books. Мен кітаптар және парталарды көріп тұрмын. Және оқушылар кітап оқып отыр. Екінші сурет бойынша I can see the teacher. They are solving a problem. Task 2. Read and circle. Екінші тапсырмада оқыңыз және дөңгелектеңіз дейді. Circle the head in red. Басты қызыл түспен бояймыз. Қолды көк түсті қаламмен дөңгелектейміз. Leg аяқты сары түсті қаламмен дөңгелектейміз. Task 3. Read the sentence and match them to the pictures. Сөйлемдерді оқып, суретпен сәйкестендіріңіз дейді. A girl is brushing her teeth. Қыз тісін тазалап жатыр. A girl is writing with a pencil. Қыз қарындашпен жазып жатыр. A boy is reading a book. Бала кітап оқып жатыр.